Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Жасалуына небәрі 10 минут уақытыңыз кететін орам жапырақтан дәруменге бай салатты жасайтын боламыз. Алдымен орам жапырақты үкіштен өткіземіз. Қыздар, егерде арнайы осындай орам жапыраққа арналған үкіш болса тіптен керемет болады. Өйткені бұл үкішпен шамамен бір 5-6 минут уақытыңыз кетеді. Барлығын жақсылатып өткізіп аламыз. Енді келесі кезекте сәбіз аламыз. Сәбізді де үкіштің осындай ірі түрінен өткіземіз. 2 сәбіз бізге жеткілікті болады. Сәбізімізді үкіштен барлығын өткізіп болғаннан кейін енді орам жапыраққа сәбізді қосатын боламыз. Арнайы үлкен табақ қажет. Сол кезде қазір бізге араластыруға ыңғайлы болып келеді. Бір ас қасық тұз саламыз. Мен тағы да жарты қасық қостым. Одан кейін бұрыш. Бұрыштан негізі қыздар горошек бұрыштар болған жақсы. Мен жейде горошек болмағасын осындай ұсақталған бұрыштың, қара бұрыштың түрінен қостым. Бірінші барлығын араластырып аламыз. Одан кейін жақсылатып қолымызбен соғы шыққанша осылай араластыратын боламыз. Бізде кәдімгідей капустадан жақсылап бір соғы шығуы қажет болады. Мінеке қыздар, соғы шықты, бірақ та соғынан біз алып тастамаймыз. Соғымен бірге осылай банкаге салып тастаңыздар болады. Бір 15 минуттан кейін қайтадан бір жақсылап араластырамыз. Сол кезде салатыңыз дәмді әрі сочный болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, бір 10 минут уақытыңыз кетеді. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.